Қазақстанда 398 сот жұмыс істейді. Бұл жоғарғы сот, 21 облыстық сот, 376 аудандық сот. Елдегі судьялар корпусының штат саны 2719 бірлікті құрайды. Оның ішінде 65 жоғарғы сот судьялары, 475 облыстық соттардың судьялары, 2179 аудандық соттардың судьялары. Нақты саны 2364 судья, 355 судья лауазымы бос. Өткен жылдардағыдай сот жүйесінде гендерлік құрамның салыстырмалы теңдігі байқалады. 46,4% ерлер, 53,6% әйелдер. Судьялардың орташа жасы 46 жас. Судьялардың орташа еңбек өтілі 13 жас. 460 судья сот төрелік академиясының түлектері. 150 судья шет тілдерін біледі. 57 судьяның ғылыми дәрежелері бар. 2023 жыл жоғарғы сот кеңесі үшін жаңғырту және реформалау жылы болып табылады. Мемлекет басшысы 2022 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында кеңестің кадрлық функциялары айқын толыққанды институт ретіндегі рөлі мен мәртебесін күшейту қажеттігін атап өтті. Аталған тапсырманы іске асыру үшін 2023 жылғы наурызда кеңес соңғы жылдары іске асыратын іс-шаралардың қисынды жалғасы болып табылатын заңнамалық түзетулер қабылданды. Заңнамалық жаңалықтарға сәйкес судьялыққа үміткерлер енді бос судья лауазымына тағайындау туралы кеңестің ұсынымын алғанға дейін де, одан кейін де тағылымдамадан өте алады. Бұл жаңалық кандидаттардың ыңғайлылығы, олардың конкурстық іріктеу кезеңдерінен неғұрлым жедел өтуі, сондай-ақ сот жүйесіне жаңа жоғары білікті кадрларды тарту үшін жасалды. Сонымен бірге тағылымдамадан өту мерзімі қысқартылды. 15 жылдан астам заңды тәжірибесі бар адамдар үшін 2 ай, кемінде 10 жыл заңгерлік өтілі бар тұлғалар үшін 3 ай, қалған адамдар үшін 6 ай. Барлығы 2023 жылы біліктілік емтиханына алғаш жіберілген 424 үміткердің 84 адам, 20%, оны сәтті тапсырды. Сонымен қатар компьютерлік тестілеу, эссе жазу, кейс есептерін шешу кезеңдерінен және психологиялық тестілеуден өткен 30 адам, 7%. Арнайы тексеру нәтижелерін күтуде. Салыстыру үшін 2022 жылы 9,7% біліктілік емтиханын сәтті тапсырған 598 үміткердің 58-і. Қазіргі уақытта тағылымдамадан 51 адам өтуде. Олар оны ағымдағы жылы аяқтайды. 2023 жылы біліктілік емтиханын тапсырған тағы 26 адам осы жылы тағылымдамадан өтеді. Судьялыққа кандидаттар үшін соттың жалпы отырысының қорытындысын алу қажеттілігін алып тастау тағы бір жаңалық болып табылады. Бұл талап тек қолданыстағы және бұрынғы судьялар үшін ғана сақталады. Бұл ретте қорытындыны тек жұмыс орны бойынша облыстық соттан алу қажет. 2023 жылы кеңес 714 судья лауазымына орналасуға арналған 3 конкурстың қорытындысын шығарды. Жоғарғы соттың 4 судьясы, облыстық соттардың сот алқаларының төрағасы 6 төрағасы, облыстық соттардың 56 судьясы, аудандық соттардың 113 төрағасы мен 535 судьясы. Өткізілген конкурстардың қорытындысы бойынша судья лауазымдарына 369 адам ұсынылды. Оның ішінде 223 басқа соттарға тағайындалған белсенді судьялар. Олардың 146-сы судьялыққа алғаш рет тағайындалған кандидаттар. 345 судьялық бос орынға конкурс өткізілмеді деп танылды. Бұл мыналарға байланысты: кейбір соттардың штат бірліктерінің өзгеруі, лайықты үміткерлердің болмауы, аз құрамды және шалғайдағы соттарда бос орындарды толтыруда проблемалардың болуы. Мемлекет басшысының сот жүйесіне бұрын судья болып жұмыс істемеген салық салу, жер қойнауын пайдалану, зияткерлік меншік және корпоративтік құқық салаларындағы жоғары білікті мамандарды тарту жөніндегі нұсқаулықтарды іске асыру бойынша жұмыс жалғасуда. 2023 жылғы 27 қаңтарда кеңес облыстық соттар судьяларының 11 бос орнына осындай мамандарға конкурс жариялады. Арнайы конкурстың қорытындысы бойынша бір кандидат Астана қаласының сотына, Алматы қалалық сотына және Шығыс Қазақстан облыстық сотына тағайындалды. 2023 жылы сот жүйесіне шыққан судьялармен салыстырғанда, сот жүйесін толықтырған адамдар санының айтарлықтай артуы байқалады. Осылайша судьялар алғаш рет 146 адамды ұсынды.
ал 114 судья қызметінен босатылды. 2022 жылы алғаш рет 121 судья ұсынылды, ал 92 судья өз қызметінен босатылды. 2023 жылы алғаш рет жарияланған 3 конкурстың қорытындысын шығару жөніндегі кеңестің алғашқы 6 отырысы онлайн трансляциялар арқылы өткізілді. Мұндай трансляция судьялық лауазымдарға кандидаттарды іріктеу рәсімінің ашықтығын арттыруға бағытталған. Сондай-ақ ұсынылған кандидаттар туралы ақпаратты жедел орналастыруға ықпал етеді. Судьялардың мансаптық жоғарылауы судьяларды басшы судьялық лауазымдарға тағайындау, немесе жоғары тұрған соттарда қатардағы лауазымдарға тағайындау сайлау арқылы жүзеге асырылады. 2023 жылы 101 судья, немесе елдегі барлық судьялардың 4,3% мансаптық өсуге ие болды. Сонымен қатар, ағымдағы жылдың 1 қаңтарында күшіне енген аудандық соттардың төрағаларын лауазымдарға сайлау элементтерін енгізу тетігі айқындалды. Бұл тетік аудандық соттың төрағасы лауазымына кандидаттарды кадр резервінде тұрған адамдар қатарынан да, өз кандидатурасын дербес ұсынған адамдар қатарынан да қарауды көздейді. Мұндай тәсілмен судьялық лауазымдарға кадр резервінің әлеуеті кеңірек пайдаланылатын болады. Бұған дейін аудандық соттың төрағасы лауазымына кандидаттарды іріктеу конкурстық негізде жүзеге асырылды. Бұл ретте кадр резервінде тұрған адамдарға басымдық берілді. Кадр резервінің басымдығы сақталғанын атап өтеміз. Бірақ егер өзін-өзі ұсынушылардың арасынан неғұрлым лайықты кандидатура ұсынылса, онда таңдау осындай кандидатураның пайдасына жасалуы мүмкін. Сонымен қатар, 2023 жылы кеңес бірінші рет жоғарғы соттың судьясы лауазымына кандидатураларды Сенатқа балама негізде ұсыну үшін мемлекет басшысына ұсынды. Осылайша, Сенатқа кем дегенде 2 кандидаттың ішінен ең лайықтысын таңдау мүмкіндігі берілді. Бұл жоғарғы сот судьяларын іріктеудің объективтілігін және Сенат деңгейінде ең лайықты кандидаттарды таңдауды арттырды. Осы тәртіп бойынша 2023 жылы жоғарғы соттың 5 судьясы сайланды. 2023 жылы жоғары тұрған және басшы судьялық лауазымдарға кадр резервіне 62 адам, оның ішінде 3 судьялық лауазымдардың 2 санатына төмендегідей лауазымдарға қабылданды. Жоғарғы сот судьялары 9, облыстық сот төрағасы 1, облыстық соттардың сот алқаларының төрағалары 4, облыстық соттардың судьялары 41, аудандық соттардың төрағалары 10. 2023 жылы 24 резервист мансаптық өсімге ие болды. Кадрлық резервтен тағайындалды, сайланды. 5 аудандық сот төрағалары, 18 облыстық сот судьясы, 1 жоғарғы сот судьясы. Судьялардың тәуелсіздігін одан әрі нығайту мақсатында 2023 жылы судьяларға қатысты арнайы жедел іздестіру шараларын тек бас прокурордың рұқсатымен ғана жүргізу нормасы заң жүзінде бекітілді. Өзгерістер енгізілгенге дейін облыс прокурорының рұқсатымен жедел іздестіру шараларын жүргізуге рұқсат етілген болатын. 2023 жылы сот жюриі 67 тәртіптік істі қарады. 29 судья жауапқа тартылды. Аудандық соттардың 21 судьясы мен 5 төрағасы, 2 судья және 1 облыстық соттардың төрағасы. Барлығы 30 тәртіптік жаза қолданылды. 18 ескерту, 7 сөгіс, 5 судья қызметінен босату. Есепті кезеңдегі негізгі тәртіптік теріс қылық судьялық этика нормаларын бұзу болды. Бұл заңдылықты өрескел бұзу басым болған өткен жылдардағы жағдайдан айтарлықтай ерекшеленеді. Сот төрелігін жүзеге асыру сапасын арттыру және судьялардың жауапкершілігін күшейтудің келесі кезеңін мемлекет басшысы 2022 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында атап көрсетті. Бұл сот жюриінің күші жойылған әрбір сот актісін тексерудің жаңа механизмін енгізу, оны шығару барысында судья өрескел заң бұзушылыққа жол берген. Тиісті заңнамалық түзетулер әзірленіп, қазір парламент мәжілісінде қаралуда. Қазіргі уақытта жоғарғы сот кеңесі өз құзыреті мен өкілеттіктерін кеңейту салдарынан өз рөлін одан әрі жетілдіру және күшейту кезеңінен өтуде. Қабылданған заңнамалық новеллаларды ескере отырып, кеңеске бағытталған құқықтық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешенін одан әрі іске асыру міндеттері жүктеледі. Аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына кандидаттарды іріктеу тетіктерін күшейту, судьялыққа кандидаттарды даярлау,
қазіргі судьялардың біліктілігін арттыру, судьялардың қол сұғылмаушылығы мен тәуелсіздігін қамтамасыз ету.